Қақпашы қыздың әңгімесі. Басшы қыз сөзін аяқтаған соң, қалипа бетін қақпашы қызға бұрды. Етіңіздің жаралануы неден? Неге жылап есіңнен танасың? Сөйле оқиғаңды. Қыз әңгімесін бастады. Тақсыр, әкем патша болмаса да, қомақтылау бір махаланы басқарған ақсақал еді. Ол өлді. Ол тіршілігінде жиған көп мал, түрлі мүлік маған мирасқа қалды. Біраз жылдан кейін епті септілеу есі бар бір жігітке тұрмысқа шықтым. Бейнетке бейім туған мен бейбақтың маңдайыма симағандай, ол күйеуім өліп қалды. Онан 70 қызыл алтын қалды. Жалғыз басыма жетпей бара жатқан дүниеме күніне неше түрліні ауыстырып киіп, тотықстай сыланып өмір сүре бердім. Бір күні үйіме қабағы тырысқан, маңдайы құрысқан, бет терісі күнде қалған шанаштай бүрісіп, қыртыстанған бір кемпір келді. Соның суретін өлең қылып бер дегенде, өтеш деген бір ақын былай дейді. Жаңбыр жауған беткейдей беті жолақ, отқа күйген құйрықтай шаш шолақ. Күнге қурап, жел қағып, кепкен қабақ, бұл сымпайыда жақсылық қайдан болады? Ол үйге кіріп менімен амандасты. Қарағым-ай, деді ол. Бардың ісі пәрменмен, жоқтың ісі дәрменмен деп. Қызда болсаң ұлдай болып, мырзалық атың жер жарып тұр еді. Бұл заманда кедейдің кенелтетін күні бар ма? Жалғыз жетім қызды ұзатайын деп едім. Ауыл үйді жеп, бір аяқ ас беруге мұрша келмей отыр қарағым. Сен қызда болсаң тәңір беріп, түк шыққан жері дегендей, ердің орнына отыр едің. Жәрдем сұрай келдім, деді. Мен аядым. Ескі құсқы киімімді аздап тиын тебен беріп қайтардым. Кетерінде көзін жасауратып, батасын беріп тұрып, мырза, пайғамбар жетімді сыйлаған екен. Жетім риза болса Құдай риза деген бар. Жетім қыздың тойы деме, тойымызға кел, ішінде бол деп өтініш етті. Қиылып тұрған соң сөзін қимадым. Барайын дедім. Барсаң қарағым, біздің үйді көп қиналмай-ақ тауып аласың. Қужан көшесімен барып, жан жұтқанға қарап бұрылғанда қарсы алдыңда қақпа тұр, деді. Кемпір кеткен соң қатарымдағы қыз қатынды жиып алып, жетім қыздың тойына жөнелдім. Айтқан жерімен келсе қарсы тұрған қақпа алдында асыл тастармен әшекейлеп тастаған бір байдың қорасы боп шықты. Кедей мұндай қорада тұрғанына таңырқап, қораның ішіне кірдік. Ішіне кірсек есіктен төрге шейін жайнатып жайып тастаған кілем, жарқыраған алтын күмістен құйған шам, үй ішін безетіп қойыпты. Әр қайсысы патшаның қызындай сұлу қыздар сыланып, қызметте жүр. Олар бізді құрметтеп үйге кіргізді. Төрдің алдында алтыннан тақ тұрып, бәрінен сұлу бір қыз отыр. Бетіне жібектен перде ұстап қойыпты. Пердесін көтерді де менімен амандасып, мынадай өлең айтты. Келген кісі кімде болса, сымбаты әсем сұлу болсын. Естіген жан нәр алғандай балдай тәтті тілің болсын. Сөйтіп езу тартып күлді. Оған мен түсіне қойғаным жоқ. Амандасып жанына отырдым. Жақсы келдің құрбым, деді ол. Менің бір бойдақ ағам бар еді. Ол сізді көріп, құштар болып қалыпты. Сондықтан кемпірді жіберіп, алдап шақыртып алдық. Ол жігітті түрсіз кісі деп қорықпаңыз. Сұлулығы менен гөрі басымырақ. Сол кісі сені келіншек етіп некеленгісі келеді. Оған ризалығын қалай, деді. Мен ойлап отырдым да риза екенімді білдірдім. Болып жатқан той менікі болып, молда келіп некемізді қиды. Күйеу де көп алыста емес екен. Қыздың артында тұрған бір есік ашылды да, ішінен күйеу шықты. Қыздың айтқандай сымбатты сұлу жігіт екен. Көрген уақытта жүрегім жарылғандай қуандым. Ойыма мынадай бәйт түсті. Күлім қағып маңдайында күн жарқырап ай тұрғандай. Аузын ашса таңдайында шырын тамып бал тұрғандай. Көрдім оны, көңілім тасты. Жан желпіген жел тұрғандай, балпаң басқан бір алағаз, кел деп оны көл тұрғандай. Мен келген жұрттың ертерек тарағанына асықтым. Аз ғана уақыт жылдай болды. Ел тарқап, өзіміз оңаша қалған кезде сізге қоятын сертім бар, деді сүйген жігіт. Мен өзім сенен басқа ешкімге қарамаймын. Сен де ешкімге көңіл бөлуші болмайсың. Жаным, айтқаның болсын. Соның жақсы. Сендей жігіттің көзіне шөп салып қиянат істеген әйел оңама. Құдай саған өмір беріп, ойын күлкімізден айырмасын, дедім. Ойнадық, күлдік, тоңғиық теңіздей терең қызыққа кіріп жүре бердік. Бір ай өтті. Ва, сорым бар басым. Бармасамшы. Мен базарға барып,
керекті заттарды алуға рұқсат алдым. Баяғы тойға шақырған кемпірді қасыма ертіп базарға бардым. Кемпірдің базарда бір дүкенші жігіт танысы бар екен. Соның алдына барып әңгімелесіп көп отырды. Сонан керекті маталар алып, ақшасын бермек болып санай бастадым. Ол жігіт алмаймын деді. Неге? Мен сіздей кісіге ақша алып мал сатпаймын. Енді не істеу керек? Дүниенің қанша керегі болмаса жанға себебі. Жан мейірі қанбаса неге жидым мен оны? Апарыңыз, сіздің келген қадамыңыздың садағасы деді. Мен кемпірге қарап, ақша алмаса дүниесін қайтарып алсын дедім. Жоқ, мен дүниені қайтарып та алмаймын, ақшаны да алмаймын. Егер мені риза болсын десең, бетіңнен бір сүйгіз деді. Байқұсай, саған не болып еді? Бір талай дүниеңді тегін беріп, бір сүйгенде не болады? Мен бір сүйгеннен сізге қанша зиян келеді? Сізге сондай қызықтым. Сізді бір сүюді серт қылып қойып едім. Егер ол ойым болмаса, барлық дүниеден безіп, өлемінде қаламын. Мен байыма берген сертімді айттым. Байың менің сүйгенімді қайдан біледі деді ол. Кемпір де қосарланып, қалқам, сүйсе сүйе ақ қойсын. Онан келіп кететін еш нәрсе жоқ қой. Ой айналайын-ай, жалынды жас жүрек, жақсы көріп қалған соң, лапылдап жанып тұрғанын қарашы. Бір сүйсін деді. Кемпірдің сөзі қамшы болып, сүйсең сүйе ақ қой дегендей көзімді жұмып, басымды жігітке қарай қисайттым. Басымды құшып бетімді сүйді де қыршып тістеп алды. Қан саулап аға жөнелді. Есімнен танып мен қалдым. Есімді жисам, басымды сүйеп кемпір отыр екен. Жүре ғой қарағым үйге. Бетіңе дәрі құяйын. Бір-екі ақ күнде жазылып кетеді. Жігіт қой, саған қызғып кеткен болар деді. Күйеуімнен қорқа-қорқа үйге жеттік. Жағымды жаулығымен тартып алғам. Келе ауырған кісі болып бүркеніп жатып қалдым. Күйеуім базардан қайтып не болғанын сұрады. Ауырып қалдым дедім. Ол басымды сүйеп, бетімдегі таңба болып басылған адамның тісінің орнын көріп, тістеп алған алмадай, ақ жүзіңді қызылған айтшы маған ашылып, мұны қылған қандай жан? Мен састым. Сасқан кісі аузына түскенін айтатыны әдеті емес пе? Көшеде кетіп бара жатыр едім, түйеге отын атқан отыншылар кетіп барады екен. Отын соғып бетімді жаралап кетті деді. Олай болса, деді байым, барып әкімге айтып, барлық отыншыларды ұстатып, түйесін соқтырғанды өлтіремін деді. Мен жоқ олай емес, есекке мініп едім. Есек жығылды да бетімді бір нәрсе жыртып кетті. Олай болса, есекшіні уәзірге айтып өлтірдім деді. Мен тағы тынышсызданып, маған Құдайдың жіберген қазасы шығар. Несіне бұл үшін елді тықсырасың дедім. Күйеуім ашуланды да, қызыл алма жүзіңді жан үзбесін демеп пем. Саған сеніп тапсырып, бақташым деп күзеткен. Сен бір жеміс құрт түскен, иісің шықты шірідің. Жұрттың тістеп тастаған, не қылмақпын шірігін. Тас талқан боп жыртылып, махаббаттан не қалды? Таза су деп айтам ба? Біреу есек суарды деп күйеуім құлдарына айқай салып жіберді. Қасапшының итіндей жалаңдаған қара құлдар жетіп келді. Байым жастықтан жұлып алып, есікке қарай итеріп жіберіп, біріне қолымды ұстатып, біріне аяғымды ұстатып, қылыш ұстаған біріне, тап ортасынан екі бөлде, арам итін итке таста деді. Мен жыладым. Жылап тұрып мынаны айттым. Өзім адал өлсем де, айыптыны айтпадым. Өлер жерде айтуды лайықты деп таппадым. Бұл сөзді естіп жылап тұрған бетіме қарады. Бірақ ашуы басылған жоқ. Мынаны айтты. Будақтанған ашық емес, еткен ісің бір тұман. Сыртқа күлкі елге кеңес, жеңіліс бе болмаған. Не қылайын, кімге барам, кімге басты ұрайын. Ай боп тұрдың біраз маған, күңгірт тартты райың. Бұл сөзді аңдып, батымды сөзбен жыласам рахыма келер деп мынаны айттым. Мені қолдан өлтіріп, қуанар ма жүрегің? Ертең ала оқынып, қапы қалма ерім. Жігіт бетіме қарады да, ашулы ызғармен мынаны айтты. Тату тұрар жұпты боп, уәде ұстаған сенбісің? Берген уәдені ұмыттың, жан күйетін елмісің? Уәдеге опа етпеген, уәдесі жоқ сен бұзық. Сендейлерді өлтіру бұл заманда бір қызық. Апарыңдар, өлтіріңдер деді. Жігіт құлдарына. Құлдар өлтіргелі жатқанда кемпір келіп, жігіттің аяғына жығылып, менің қанымды сұрады. Кемпірге қарап тұрып, сіздің сөзіңіз үшін қанын кештім. Бірақ есінен қалмастай таңба салу керек деп, жалаңаштатып таяқпен ұрғыза берді.
Есімнен танып құладым. Есімді қайта жиғанда баяғы өз үйімде жатыр екем. Көп жатып, таяқтың жарасы жазылды. Бірақ оның тыртық болып біткен орны мәңгі қалды. 4 ай өткенде жігіттің үйіне бардым. Күл талқаны шығып қирап қалған екен. Оның неден болғанын білгенім жоқ. Қаладан іздеп жүріп осы 2 қызды тауып, 3 болып отыр едік. Ердің атын атамауға серт қылдық. Мына бір қыз, базаршы қызды көрсетіп, барып керек жарақты әкеледі. Біз екеуміз далаға шығуды қойдық. Сол қыз базарға барып, қамбалды ертіп келді. Мына 3 соқыр, сіздер бардыңыздар. Аяғы осы болып отыр деп қыз өз сөзін бітірді. Харон Рашид бұл әңгіменің бәрін жаздырып, қазынада сақтауға бұйырды. Әңгіме осыған жетіп, Шахризада ұйқыға кірді.